Бауырлар, ертең Алла бәріміз шығара аламыз. Сен маман емессің ба, аузың жапты бір жеріңді қыс. Сен сөйлеме діннің атынан. Сөйлейтін адамдарға тапсыр, бітті, сен жүзің жарық болады. Не өзіңде білім жоқ. Білім жоқ па, сен қазақта сөз бар, дүмше дейді. Дүмше дін бұзар дейді. Бауырлар, бір ғибратты сөз бар, сонымен аяқтайын сөзімді. Мына орманда ағаштар жиналып ақылдасқан екен. Бір балта деген жау шығыпты, сол балтаны қалай тоқтатамыз? Сол кезде Емен деген ағаш ақсақал ретінде ақыл айтқан екен. Біліңдер, сол балтаның сабы неден жасалынған? Кейін айтқан екен, балтаның сабы ағаштан жасалынған. Сол кезде айтқан екен, әттең, сол ешкім арамыздан біреу шығып сол балтаға сап болмағанда біз ешкім шаба алмайтын еді ғой дейді. Енді өкініш дейді. Сол секілді қазір ортамызда бөлініп жатқан адамдарды мен халықтың дұшпаны деп есептеймін. Халық жауы деп есептеймін ондай адамдар. Үйіп отқан жамағатты қазір бөлініп жатыр.